Нұршат Жасқайратұлы, Қошеметтеріңіз! Мен әскерден қашып жүрмін. Қазір данный момент әскерден қашып жүрмін. Әскерге бармаудың жолын іздеп жүрмін. Мен жолын таптым, ол ЗАГСке отыру керек екен. Мен мысалы ЗАГСке отырдық делік те, сосын мысалы 28-ге дейін ғой, 28 жасында уже аяқталады іздеу. Мен 28 жасында әйелім айтады: болды, мен сені жақсы көрмеймін, ажырасамыз. Ол маған айтады: ортадағы баланы не істейміз? Нормально ғой, жасың 47-те ғой, асырайсың ғой. Үлкен балаң менімен құрдас қой. Онда мүлік не істейміз? Мә онда сим-карта. Тип сим-карта, менде дым жоқ деген келтіріп тұрмын ғой. Сосын мен ғашық болып қалдым. Ниет емес, ғашық болып қалдым. Бір қызға ессіз ғашық болу дегенге мен сенбейтін едім бұрын. Ондай бар екен. Ессіз ғашық болып қалдым. Уже миымда план кетіп жатыр андай. 2 күн кездестім ол қызбен, паркке апарып сөз салып жатырмын. Ол я деп жатыр. Үшеуміз ЗАГСке барып жатыр. Үшеу болмағанда ол я демейтін еді. ЗАГСке барып, ЗАГСке отырып, той басталып, камрилармен гулянкаға кетіп жатыр. Дос балдарым тығып жатыр былай, той халал болса да. Сосын неден шығып жатыр? Роддомнан шығып жатыр. Роддомда бана камридің біреуі +1 батыр деген жазылып тұр алдында. Сосын дальше миымда кетіп жатыр уже. Семьялы болдық, қартайғанбыз. Қартайғанда әйелім менен бірінші қайтыс болған. Мен сосын балаларыма ренжіп жатырмын. Әйелім барда, кемпірім барда қадірім түсінетін еді, сендер менің қадірім түсінбейсіңдер. Пенсиямды аласыңдар да қашасыңдар деп. Үстіп ренжіп жатырмын. Сосын 3-ші күні тағы кездестім ана қызбен. 3-ші күнде уже мұрнында мынандай қылшық шығып тұр ғой. Мен біреудің кемшілігін көрсем, андай нетіп тауым қайтып қалады. Соттық труба сияқты шығып тұр мына жерде. Анау дейтін таналкымен бетін жауып тастауға келмейді вообще. Түстікпен қарап тұрмын енді оны да. Мұрт болса жауып тастайды ғой. Сосын армияға баратын болып шештім мен. 40 күндікке барып келдім, бірақ 40 күнде барып келгеннен кейін дос балдарым менің мойындамайды қазір қасында. Сен дейтін армия емес қой ол, сенікі служактарың қайда деп прикол ұстайды. Альбом бар ма сенде? Сен армиядағы служактарың сен үшін тұрып бере ма? Қандай қызықтар болды? Прикол етеді маған қасындағы достар. Мен айтам: сен бірінші бар армияға. Сосын маған прикол ет. Түсіндің ба Айдос? Сәрсенғалиев Ғасырбекұлы, Бөкейорда ауданы, Искра ауылы, Бауыржан Момышұлы көшесі, 5-ші үй. Давай, жолың болсын. Шабақтарыңыз болсын. Менің Дубайға, Мальдивға қыдыратын таныстарым бар, тума-туысқандарым. Неге менің таныстарым Дубайға, Мальдивға қыдыратын менің таныстарым неге менен дорожный сумка сұрап жазасыңдар? Сонда Мальдивға, Дубайға баратын ақшаларың бар да, дорожный сумка алатын ақшаларың жоқ па не? Менің дорожный сумкам кіші қажылыққа барып келді мысалы. Менен қатты. Мальдивадағы жартылай жалаңаш қыздарды көрді. Жоқ, бірінші жартылай жалаңаш қыздарды көрді, сосын барып кіші қажылыққа барып келді. Сосын менің дорожный сумкам қазіргі несі, состояниесі 4 түңгілей 4 жаққа қарап тұр мен. Сар пакет болып қалды уже мен. Мен дорожный сумкам бар. Әрі кетсе Қандыағашқа дейін барады қазір. Пойызбен жүретіндей болып тұр. Мен самолетпен жүретіндей болдым. Оның дәрежесіне жетіп алдым мен уже. Мен осы күні кеше бірінші рет самолетқа отырдым. Самолетқа отырғаннан кейін 1 сағат опоздание болды. Кешікті. Сосын ішіндегі адамдар ренжіп историяға салып жатыр Инстаграмға. Неге кешігеді, бірдеңе жалбы жасап жатыр да. Мен зачем деймін ондай? Зачем?
зато 1 сағат жарымда жеттік біздер деген жерімізге. Ал мен пойызбен жүрген кезде 3 күн жүрем, еще 1 сағат кешігеді ол. Оған историямыз пост қылып салуға ана жалба жасап бар ғой инстаграмға. Вообще басымды кетіреді. Мына самолет, пойыз, ладно ғой, ең опасный таксимен жүру ғой. Біздер қазақ таксисттары вообще ответственность алмайды екенбіз. Мен орыс таксистқа отырдым бір күні. Орыс таксист ұзақ жолға шықпады. Орыс таксист алды да потом позвоню за рулем деді. Мен осылай жеткізіп тұрмын сендер. Ол басқаша айтты ғой, ұзағырақ қылып. Мен жолдамын, сосын звондаймын деді. Деді да айырып тастады да жеткен жерімізге дейін ол вообще телефон шықпады. Мен таңқалдым ана. Ал мен қазақ таксистқа отырамын, қазақ таксисттар олай емес. Негізі адам машинада отырып телефон қарау керек қой. Бізде жоқ. Керісінше телефон қарап отырып машина дейді. Анда-санда бір қарайды ғой жолға. Телефон қараса ладно, шағатын шағуы бар, шетін горилласы бар, айтатын өсегі бар, шегетін темекісі бар. Машинаны кім айдайды сонда? Сен мысалы Атырауға шықпатсың да, қалаға кірдің, Ақтөбе болып шықса қате ғой. Мен реальный история айтып берейін. Тұманды күні бір жерім ашық тұрған жоқ қой. Реальный история айтып берейін. Мен тұманды күні бір қазақ таксистқа отырдым да, қазақ таксистқа отырдым. Ұзақ жолға тоже. Сосын фордың артында кетіп жатыр. Тұман алдымызда кеткен машиналар көрінбейді. Бисмилля дейді да, бетін сипайды да, шығады да, кері кіріп кетеді. Ананкі риск. Артында 5 адам отыр. Бисмилля дейді да, кіріп кетеді да, кері. Мен айтам, брат, базар жоқ. Айтқан сөзің мына бет сипауың дұрыс. Бірақ ертең біреу бізге бет сипап отпасын, байқашы. Шабалықтарыңыз. Менде осымен бітті, тек қана бет сипап жүрек. Рахмет, Орал.